Есіміңіз? Елдар от. Елдар, жасың? 17. Оқушы, студент? Студент. Есімің? Диас. Жасың? 18-де. Диас, студентсіз әлде оқушысыз? Студентпін. Күніне қанша тапсырысқа барасыз? Күніне бір 20-30. Күніне 5-6. Бір күнде 10-15. Жеткізуші болып жұмыс істеп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Бір айдай болды. Бір күнде ең көп тапқан қаражатыңыз қанша? 26.500. Қай күні? Жазда. Қанша тапсырыс жеткізген едіңіз? 46, почти 50. Күніне қанша тапсырысқа барам дедіңіз? 20-30. Аптасына қанша рет тапсырыс қабылдайсыз? Қай күндері? Немесе күнде жұмысқа шығасыз ба? Аптасына 2 рет па шығам. Күніне 6 рет алам. Айына қанша қаражат табасыз? 500, 400, 600 келді. Байсыз ғой. Жаяу жеткізу түрін таңдадыңыз, дұрыс қой, иә? Қаншалықты алыс шақырымдағы тапсырыстар түседі? Ең алысы 2 километр болады. Ең жақыны 200-300 метр. Мен ең алыс тапсырғаным Ұзынағаш болды. Панфилова Гоголядан Ұзынағашқа дейін. Погода байланысты негізі. Жаңбыр күнде жақсы болады да, күн ыстық болса онша болмайды. 600-700 теңге болады. Бүгін жеткізу қызметінен қанша қаражат таптыңыз? Бүгін күн жаңбырлы ғой? Иә, бүгін 8 таптым. Қанша тапсырысқа бардыңыз? 6 вроде. Мото ол опасный не ғой, транспорт қой. Сол үшін чуть внимательно жүресің, өзіне жарақат алмау үшін. Қазір тапсырыс берушілерге өзіңнің шағымыңды айтшы, қандай да бір. Мотокурьерлерге, пожалуйста, ауыр жүк бермеңіздерші. Алдында маған неден түсті да, бірінші вокзалдан түсті. 5 коробка, дәу. Ол кезде мен как раз папаммен жұмыс істеп жүргенмін. Ол кезде мопедім сын қалған. Сонымен жеткіздім. Машинаға әрең сиді, еще 5 коробка, дәу. Сонда мопед екенін білмей ма ол кісілер? Жоқ, біледі. Бірақ мотокурьер деп жазылып тұрады сайттан. Соған қарамастан береді осы. Келесіде мұқият болыңыздар. Мотокурьер, мото жеткізуші деп тұрса, демек ауыр жүкті жеткізуді ұсынбаңыздар. Дұрыс қой? Рахмет. Егер ұсынатын кезде мен просто 2 күнге банға кетіп қалам. Отказ беретін болсам. Түсіндіңіздер ғой, адамдарға зиян тигізбеңіздер. Сіздерге қызмет қылып жатырық до конца енді. Отказ болмайды.